Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы шықты. Биылғы жылы Тараз қаласы ортақ балды 81%-ға жеткізуді мақсат етсе, меже 84,3%-ға артығымен орындалды. Ал 40-тан астам бітіруші шекті деңгейге жете алмапты. Шаһардағы 56 күндізгі және бір кешкі мектепті 2400 оқушы тәмамдаса, оның 277-сі жоғары оқу орындарына түсуге болар тестілеуді тапсырудан бас тартқан. 194 бала ауылдық квотаға қол жеткізу үшін шалғайдағы елді мекендерге оқу жылы бастала салысымен ауысып кетіпті. Маусымның 20-22 аралығында өткен тестілеуде 3 оқушы 135-тен жоғары, 396 түлек 100-ден жоғары балға қол жеткізген. Нәтиже жаман емес. Бауыржан Момышұлы атындағы 45-ші гимназия үздіктер сапында көш бастап тұр. 36 мектептің орта балл көрсеткіші 2017 жылғы көрсеткішмен салыстырғанда 2-ден 24 балға дейін өскен. Динамикамен 80-90 балдан жоғарғы көрсеткішке жетті. Бұл мектептердің қатарында номері 56, 46, 21, 27, 22 орта мектептер 2017 жылы төмен көрсеткіш көрсеткен мектептер қатарында болған. Ал 40-тан астам бала шекті деңгейге жете алмай 50 балдың өзін ала алмай қалыпты. Нөмірі 42, 43, 51 мектептерде жағдай мүлдем мүшкіл. Мұнда тіптен өту ұпайын ала алмай қалғандар саны 10-нан асып жығылады. Нөмірі 8 және 5 мектеп гимназиялардың да ахуалы ауыз толтырып айтуға келмейді. Қаладағы 28 мектеп 3 жылдан бері өз көшін өзі сүйрей алмай келеді. Мәселенің мән-жайын білмек болған әкімге мектеп директорлары жартып жауап қайтара алмай, себеп салдарды аннан-мұннан іздеп шырамытты. Материал технолог базасы дұрыс емес болып жатыр ма? Жоқ, әлде мына басшысынан болып отыр ма? Жоқ, бұл педагог мұғалімдердің білім деңгейінің төмендігінен болып жатыр ма? Мен соны білгім келді. Неге бұл мектепті бойынша нақты шара қабылданбайсыңдар? Сонда отыра береміз ба? Жылдан жылға. Биыл да төмен көрсеткіш көрсетті, алдыңғы жыл төмен көрсеткішті, ендігі жыл одан да төмен көрсеткіш көрсетті. Соны бастан сипап қойып отырасыңдар ма? Жыл санап алтын белгімен үздік аттестатқа үміткерлер саны артқанымен ұлттық бірыңғай тестілеуге келгенде ақсап жатады. Биылғы жылы 9 алтын белгі және 8 үздік аттестат алған білім алушылар балдарын 80-90-нан асыра алмапты. Осыған байланысты қала әкімі тиісті мамандарға ең әуелі неліктен төмен балл алғандығын жеке-жеке саралауды тапсырды. Сондай-ақ мектеп, гимназия деп бөліп жармай, білім көрсеткішін бірде арттыру бағытында жұмыс істеу керектігін қадап айтты. Ал оның нәтижесі келер жылы белгілі болмақ. Гаухар Ырысбай, Тоқтар Терлікбаев, жаңалықтар қызметі.